Барлығыңызға сәлем. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз амалдарды орындау. Яғни бұны бөлшектерді қосу, алу, көбейту, бөлу есептері. Ең қарапайым мысалдан бастасақ, 10-нан 1 плюс 15-тен 2. Бұнда біз бөлімдегі сандарға ең кіші ортақ бөлім беруіміз керек. Яғни екеуіне де бөлінетін сан 30 болады. 30-ды 10-ға бөлсек 3, 15-ге бөлсек 2 болады. 3 қосу 4. 2 2-ге өткен 4 шығады, 30-дан 7 болады. Енді оған қарағанда біз күрделірек мысал алатын болсақ, бұл жағдайда біз бірінші жақшаны орындаймыз. 12-ден 1 қосу 5-тен 3. Бұнда 12 мен 5-ның ортақ бөлімі 60 болады. 60-ты 12-ге бөлсек 5, 5-ге бөлсек 12. 5-ге бөлсек 5 шығады, бұнда 36 болады. 60-ға 5-ті қоссақ 41 шығады. 60-тан 41 болады жауабымыз. Енді жақшаны орындап болдық. 11,7-тен 3-ті осы жақшада шыққан санға көбейтеміз. Бізде 11,7-тен 3 көбейту 60-тан 41 болады. Біз осында 11,7-тен 3-ті бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Себебі осында көбейту бөлу амалдарында біз мынандай бүтін сан болса, біз оны бұрыс бөлшекке айналдыруымыз керек. 11-ге 7-ні көбейтеміз. 77, 77-ге 3-ті қосамыз, 80 болады. Оған 60-тан 41-ді көбейтеміз. 80 мен 60 қысқарады, екеуі де 20-ға бөлінеді. 4 болады, мынау 3 болады. Сонда 4-ке 41-ді көбейтсек 164, 3-ке 7-ні көбейтсек 21 болады. Тең шығады 7,21-ден 17 шығады. Ал енді одан да күрделі есепті қарайтын болсақ, бұл жерде біз сатылап, жаңағы алдыңғы есеп сияқты сатылап шығарамыз. Бұнда ең ашқы алдыңғы есепке ұқсас жақшаны есептейміз. 4,3-тен 1 плюс 2,5-тен 2. Мұнда бүтін сандар қосылады, 6 болады. Мұнда ортақ бөлім екеуіне 15 болады, ең кіші ортақ. 15-ге 3-ті бөлсек 5, 5-ге бөлсек 3 болады. 5 қосу 6. Тең 6,15-тен 11 шығады. Енді мынау бірінші амал, екінші амалда біз бұны бөлімден орындаймыз. 8,25-тен 2-ні бөлеміз 6,15-тен 11-ге. Бұнда бұрыс бөлшекке айналдырамыз, жаңа есепке ұқсап 8-ге 25-ті көбейтсек 200, 200-ге 2-ні қоссақ 202 болады. 25-тен 202 бөлінген. Енді 6-ға 15-ті көбейтсек 90, 90-ға 11-ді қоссақ 101 болады. 15-тен 101. Бөлу кезінде екінші бөлшектің несі орындары ауысады. 25-тен 202 көбейту ауысады да, мынау 101-ден 15 болады. 15 пен 25-ке бөлінеді. Мұнда 3, мұнда 5 қалады. Мұнда 2 101-ге қысқарады. Мұнда 2, мұнда 1. Тең 2 мен 3-ті көбейтсек 6, мұнау 5. Тең 1,5-тен 1. Енді келесі үшінші амалымыз сарымен қоршалған амалды орындаймыз. Яғни 40-тан үшінші амал деп жазып қойық. Бәріміз біліп отыруымыз үшін. 40-тан 27 бөлінген 2,4-тен 1. 40-тан 27 бөлу. 2,4-тен 1 дегенде сол баяғы неге айналдырамыз. Бұрыс бөлшекке 2 4-ті өтесін, 1-ді қосасыз, оны барлығымыз білеміз. Мұнда бөлу. Бөлуді көбейтуге айналдырған кезде екінші бөлшек бізде орнына ауысып түседі. 40-тан 27 болса, көбейту 9-дан 4 болады. Сонда 27 9-ға бөлінеді 3 қалады мұнда. Мұнда 1. 40 пен 4, 4-ке қысқарады. Мұнда 10, мұнда 1 қалады. Тең жауабы шығады 10-нан 3 шығады. Енді мұнда бағана бөлу мен жақшаның арасында шыққан мәннен 15-тен 4-ті азайтамыз. Ол бізде 1,5-тен 1. Кеттік. 4-ші амал. Барлығымыз түсініп жатқан шығармыз, көріп отқан адамдар, мен түсініп жатырмын. 1,5-тен 1-ден азайтамыз, минус 15-тен 4-ті. Тең. Мұнда 1 жазамыз. Ортақ бөлім 15 болады. 15-ті 3-ке бөлсек 3, өзіне бөлсек 1 қалады. 3 минус 4. Енді мынандай жағдайда біз мынаны
ал мына 15 қылып жібереміз. Бізде 15-тен мынау 1 деген мағына негізі тағы да 15 бар деген сөзді білдіреді ғой. 15, мында 15 қосу 3 минус 4. Яғни біріміз мына жерде 15 болып кетті. Тең. Шығады 15-тен 14. Енді біздің соңғы амалымыз, соңғы сатымыз ақпен қоршалған аймақты сармен қоршалған аймаққа қосамыз. Ақпен қоршалған аймақ бізде 4-ші мән, ал 4-ші сатыдағы мән сармен қоршалған 3-ші сатыдағы мән. Кеттік. 5-ші саты. 15-тен 14 қосу 10-нан 3. Енді бұны барлығымыз шығарымыз үйреніп қалдық қой. 30-15-ке бөлсек 2, мұнда 3 шығады. 28 қосу 9 болады. Тең 30-дан 37 болады. Бұны дұрыс бөлшекке айналдырсақ 1,30-дан 7. Жауабымыз біздің осы мәнге тең. Тыңдағандарыңызға рахмет. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, каналға жазылуды ұмытпаңыздар.